Армандары орындалған жандар. Сіздер де армандаңыздар. Себебі оның ерекше бір қасиеті бар. Шын жүрегімен тілесең, міндетті түрде арманың орындалады. Өз отбасымен, өз бауырларымен шырша өткізуді армандаған бүлдіршіндерімізге тағы бір хабарласайық, Жансер. Расымен әріптестерімізден мәлімет түсіп жатыр, құрметті көрермендер. Біздің Махамбет пен Інжудің жолықтырғаны ерекше отбасы екен. Бұл өзінің 2 баласымен бірге балалар үйінен 11 бала алып, бірге тәрбиелеп отырған ардақты ана Жанар Байжолдинованың отбасы. Яғни жанұясын өз ата-анасын тапқысы келетін 11 бүлдіршіннің арманы орындалды деген сөз. Сонымен сөз кезегі әріптестерде. Махамбет, Інжу. Ирина, Жансерік, біз мерекелік сиқырға толы шарамызды әрі қарай жалғастырудамыз. Шырша жалғасуда жаңа ғана балалардың көңіл-күйін көтеріп, жаңа жылдық сиқырды көрсеткен сиқыршының өнерін тамашалады. Барлығына ұнады дейме. Енді құрметті балалар, жаңа жылды жақындату үшін бізге кімді шақыру керек? Онда 1, 2, 3 дегенде бәріміз бірге шақырайықшы. 1, 2, 3. Аязата, 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 Амансыңдар ма балалар? Жаңа жылдарың құтты болсын. Саламатсыңдар ма балалар? Қалдарың қалай? Шыршаларың сондай әсем екен. Бірақ шыршаларың мұңайып тұрған сияқты ғой балалар. Олай болса шыршаға ән шырқаймыз ба? Қанеке барлығымыз бірге шыршаға айналып шырша ән шырқайық, иә? Қолдарыңызды ұстайсыз. Жаңа жыл сиқырға толы мереке. Олай болса, жаңа жылда армандау, арман тілектерінің барлығы орындалады дейді. Олай болса, барлығымыздың да арманымыз бар шығар, иә, тілегіміз бар шығар. Бар ма армандарыңыз балалар? Әрине бар, Аязата. Олай болса, қазір барлығымыз ішімізден арман тілектерімізді ойлап тұрайық. Менің сиқырлы таяқшам жанатын болса, әрине сендердің арман тілектерің келер жаңа жылы орындалатыны міндетті түрде орындалады. Ал 1, 2, 3. Қане жұмамыз көздерімізді. Армандаймыз балалар. Ашамыз көзімізді. Бәрекелді. Бұл дегендеріңіз сіздердің арман тілектеріңіз міндетті түрде орындалады деген сөз. Балалармен менің сүйікті ойынымды ойнайтында кез келген сияқты. Ол қандай ойын? Сайын жақындап мереке келеді, алдағы жаңа жыл бізге не береді? Сиқырмен сыйлықтар күтеді алда. Арманға жетеді, тек алға барған. Күн сайын жақындап мереке келеді. Бәрекелді балалар, шыршаларың сондай әсем екен, бірақ шамдары жанбай тұрған сияқты ғой. Балалар, шыршаны жандырамыз ба? Не істеу керек осыны, Аязата? Сиқырлы сөздерін айтып, шырша шамын жағу керек. Мен бастайым, сендер қайталайсыңдар, келісіп пе? Чики-рики-лумба. Қайталайын. Чики-рики-лумба. Қаны тағы да бірге. Мумба-ляка-лумба. Али-бали-мулинез. Ирислямба СМС. Ширли-мирли карабас. Бәрекелді. Олай болса, барлығымыз бірге 1, 2, 3. Шырша, шырша, жарқыра. Балалар, енді сендерге сыйлық сыйлайды екен деген сияқты қалай ойлайсыңдар? Сайын жақындап мереке келеді, алдағы жаңа жыл бізге не
Міне өздеріңіз көргенде, бүгін жексенбі бағдарламасы Мариямның арманын орындады. Өйткені армандар орындалуы керек. Әсіресе жаңа жылда, ал біз бүгін жексенбі бағдарламасының армандар орындау миссиясы бұнымен аяқталған жоқ. Біз мына кішкентай Захардың арманын енді студияда орындаймыз. Құрметті достар, құрметті балалар, жаңа жыл құтты болсын!